Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман бауырлар, қазақ әлемі. Бүгін бізде қонақта Дарын Мұбаров мырза, медиатор, теолог және Халиф Алтай қорының кезінде директор болып жұмыс істегенсіз. Иә, Дарын ағаны мен біраз уақыттан бері білем. Көптеген сұрақтарым болған осы Құранға байланысты және осы әлеуметтік желіде болып жатқан өте күрделі сұрақтарды бүгінгі күнде біз талқылағымыз келеді, және осы Құранды оқу арқылы өзімнің сұрақтарымды қойып, және осы әлеуметтік желіде қойылып жатқан сұрақтарды бүгін Дарын Мұбаров ағаға қойғым келеді. Біріншіден, сізді өзіңізді медиатормын деп айтасыз. Жалпы достар, медиатор дегеніміз осы әлемдегі осы діни нәрседе немесе де басқа да нәрседе болып жатқан даулардың бір ортақ шешімін немесе бір дұрыс шешімін түсіндіріп бере алатын адам деп есептеймін. Дұрыс па? Дұрыс, былай. Иә, Дарын аға, сіз қош келдіңіз жалпы бүгінгі студияға. Енді оразаңыз қабыл болсын. Әмин. Менің бірінші алғашқы қояр сұрағым, енді қазіргі таңда бізге ең көп қойылып жатқан сұрақтардың бірі, осы Құран кітабы, менің қолымда осы Құран кітап Халиф Алтайдың аудармасы, Мұхаммед пайғамбардың өмірі туралы жазылған және басқа да пайғамбарлардың өмірлері туралы жазылған. Осы кітапты мен өз бетімен осы аударманы оқып, түсініп, немесе тура жолға түсе аламын ба деген сұрақ келіп отыр да. Бисмилlah, альхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Енді бізде мұсылманшылықта сол өз Аллахқа мақтау айтып сөз бастайтын әдетіміз. Енді ілгергі аталары сондай ғой. Істің басы бисмилlah, бисмиллахсыз іс қылма дегендей. Бұл сұрақ өте орынды. Бұл тақырыптан бірнеше айтқам, бірақ қызық болғанда Құранды адам өз бетінше оқи алады деп мен айтамын негізі. Оған кезде не десек болады, мұсылман бәрі деп айтпаймын, бірақ кейбір кісілер ол келісім бермей қалатын тұстар да бар. Негізі қазіргі кездегі мұсылмандардың өзін мұсылман есептеп, енді ата бабасы мұсылман болғаннан кейін, болмаса исламды жақсы көріп кіргеннен кейін, кейбір исламның қағидаларын білмей жатқаны өз бетімен Құран оқудан қорыққандығынан. Адам өз бетінен Құран оқуға рұқсат етіледі. Енді Құран араб тілінде түскен, елдің бәрі араб тілін біле бермейді ғой. Енді араб тілінде жаңағы араб ұлты, болмаса араб әулетінде араб тілін білетін адамдарға Құранды түсіну ол жеңіл. Бірақ Құран жер бетінде, енді мен қай тілге аударылмады десе, соны табу маған қиын шығар, бірақ аударылған тілдер өте көп. Соның ішінде қазақ тіліне де аударылған. Мен байқап отырмын, сен Халифа Алтай атамыздың кітабы ғой деймін. Бұл кісі қазақ тіліне ең бірінші Құран аударған кісі. Енді сұрақ: егер Құранды өз тілінде оқуға тыйым салынатын болса, осындай үлкен ғалымдар оны өзге тілге не үшін аударады деген сұрақ. Егер ол тыйым салынған болса, аудармау керек еді. Бұл кісілер, Халифа Алтай атамызды мен өзім көзіммен көріп қасында отырған кісім, енді ерекше тұлға. Бұл кісінің енді тарихы өз алдына бөлек. Сондықтан бұл жаңағы қазақ тіліне аударғанның өзі халқына осы жетсе екен деп. Енді және қысқаша не аласылайын. Сондықтан бұны өз тілінде оқуға болады. Сол үшін ғалымдар, үлкен ғалымдар оны өзге тілге аударған, ағылшын тілі болсын, индонезия тілі болсын, басқа парсы тілдері болсын, аударылып отырған, сонда халық оқысын деп. Бұның ішіндегі Құран ішінде басым көпшілігі қарапайым адам түсіне алатын аяттар. Тіпті Құдайдың өзі Аллах Тағала кітабында не деп айтады? Афала ятадаббаруна ал-Құран ам ала құлубин ақфалуха. Аллах осы аятты бүкіл адамзат баласына қаратып айтады. Неге олар Құран аяттарының мағынасына зер салмайды, ойланбайды? Жоқ әлде жүректерінде құлыптар бар ма еді дейді. Яғни мұсылман емес адамның өзін Аллах Тағала кітабын оқуға насихаттап жатыр. Сондықтан ол не жүректі құлыптарың бар ма еді дейді. Болмаса және бір аятта келеді: Афала ятадаббаруна ал-Құран. Мен түсірген Құранды неге оқымайды? Валау кана мин инди гайрилла. Бұл Құран Аллахтан келмесе, лабажаду фихи ихтилафан каthира. Онда сендер соның ішінен көптеген келіспеушіліктерді, қателіктерді табар едіңдер ғой дейді. Яғни Аллах Тағала жай ғана айтып қалмастан бір не беріп атқан сияқты: ал оқыңдар, енді айтыңдар, қай жері сендерге бұны қате деп есептейсіңдер деген сияқты. Сол үшін бұның ішіндегі оқыған өте дұрыс. Сол үшін мысалға айтайық, мен өз Қарағандыда тұрдым.
ол жақта орыс өкілдері көбірек қой. Сол жақтарда намазға құлағандар бар. Олардың кейбіреулері осы жай ғана Құранның бұның ішінде не жазылған екен оқимын деп сол арқылы ислам дініне келгендері бар. Сондықтан бұл шынымен де Құранды өз тілінде оқу керек. Тек қана кейбір аяттар бар. Өйткені мынау бәрі жаңағы олар енді білім егелері түсіндіру арқылы түсіндірілетін аяттар болып қалады. Қарапайым адам келген соң сұрақ туындап қалуы мүмкін. Сол кезде ең бастысы сол сұрақтың фасалу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун, оны да Аллах өзі кітабында айтады, білмесеңдер білмегесінен сұрап алыңдар дейді. Ауыр түскен. Иә, мына жерде менің оқыған кезде мына жерде мысалға осы к х а ж деген мынандай точкалар тұрады. Енді менің көзқарасым бұл не деп ойладым мен басында. Содан кейін кітаптың басқы жағын бүйтіп ашып оқыған кезде сол қаншама адамдардың тәпсірінің то есть Халиф Алтай осы кітапты аударған кезде өзінің ғана ой түсінігімен емес, және басқа да адамдардың, басқа да ғалымдарды тыңдап, олардың тәпсірін тыңдау арқылы осы аударманы дұрыс аударма деп бізге ұсынып отыр ғой. Мен сондай бір ойға келдім, енді мен түсінігім қаншалықты дұрыс екен. Бір нәрсе, мына ең бірінші мен өзімнің осы араб тілін үйренбей тұрған кезде, әлі араб тілін білмеймін. Жаңадан намаз бастадым. Халифа Алтай атамыздың кітабын бастан аяқ 3 рет оқып шыққанмын ғой. Өйткені басқа кітап болмады. Сосын бір кішкене ғана ерекшеліктер бар. Жаңа сен байқаған екенсің, бір қысқартылған әріптерді көрген кезде мен ойладым, бұл қалай бізден сондай қысқартылған терминдер, білмейтін адамға шынымен де бір нәрсе білмесек бізге ауыр тиеді. Иә. Оны білгеннен кейін барып жеңіл болады деген сияқты сондай болып келген. Ол терминдердің қысқартылуы бір Халиф Алтай оқыған кезде бір екі нәрсені ескеру керек. Біріншісі, терминдер бар, ол кісі бұл кітап жазғанда отыра қалды аудара салған жоқ. Біраз жылдар кеткен, бірнеше тәпсірлер пайдаланған. Ол кісі өз аузымен айтқан еді. Сонда жаңағы қай жерден алғандығын ссылкалар ғой. Ссылкалар, иә. Былай айтқанда, сол шын екенін бір ойдан құрастырман деген сияқты ссылкалар. Екіншісі, атамыздың тілі. Біздің сөйлейтін тілімізден сәл өзгешелігі бар. Оққан болсам байқаған шығарсың, иә? Мысалы біз қала десек, ол жерде кент деп айтады. Сондай бір нелер бар. Иә, мен кейбір нәрселер түсінбеген нәрселерді былай қарап аударып, қазір енді біздің таңда интернет бар, чат GPT бар деген сияқты. Сондықтан сәл көне сөздер бар, сол жағын байқау керек. Мысалы қазір Абай атамыздың өзінің жаңағы Шағатай тілінде жазған нелерін алатын болса, қазір заманда өмір сүріп жатқан біраз қазақтар ішінде түсінбейтін сөздер кездесуі мүмкін. Оны біз өзімізше оны өзіміздің тілімізге ыңғайлаймыз. Осы екі несі бар, ал былай оқыса өте жақсы. Қазір енді қазақ тілінде тағы да басқа да кітаптар, аудармалар шықты. Олар енді бізге ыңғайланған, түсінуге жеңіл. Менде бар мына жерде Құран кітабы. Басқа да жаңа аудармалар, жаңағы университет, Нұр-Мүбарак университеті деп жазылып тұр. Сол жерде QR коды бар, және ол аударманың қай жерде жасалғаны барлығы. Діни басқарма шығарды. Діни басқарма шығарды осындай. Және ол соны енді барлығын оқып отырдым. Бірақ та маған осы Халиф Алтай кітабын бүгін қолданғым келді. Осы аудармамен, тәпсірімен, осы нәрсе арқылы, осы кітап арқылы бүгінгі осы сөзімізді жүргізсек деген ойда болдым. Иә, рахмет сізге. Өте керемет жауап деп ойлаймын. Негізінде менің ойымша Құранды жақсы білмейтін мұсылман емес адам ретінде де мен бір нәрсені айта аламын. Құдайды жалпы түсіну үшін біз ешқандай да тілде емес, ең басты нәрсе Құдайдың бізге берген тілде мен Құдаймен сөйлесе аламын деген. Яғни Құдай менің тілімді түсінеді, өйткені менің тілімді де, менің өзімді де жаратқан ол Алла деп есептейтін болсақ, Құдай менің тілімді міндетті түрде түсінеді. Даже сөйлемесем де, ол менің жүрегімде не болып жатқан нәрсені біледі ғой деген ойдамын. Дәл өзі Құранда енді оны байқаған шығарсың, тура солай айтылған. Ва асирру қаулакум ау жахру бихи иннаху алим бидати судур дейді. Сендер сөздеріңді жария қылыңдар, іштеріңде сақтаңдар, Аллах бәрі біліп тұр дейді. Біріншіден, екіншіден, Аллахтың түсінбейтін тілі жоқ. Адам өзінің мысалға мен қазақ тілін жақсы білем, орыс тілін жақсы білем, араб тілін білем деген сияқты оны түсіну мүмкін, бірақ менің білмейтін тілдерім де бар ғой. Қытай тілін білмеймін деген сияқты, ол мен білмегенім кедергі болады. Адам бір кедергілігі бар. Ал Аллах тағалаға кедергі жоқ. Қай тілде болатын болса да, сол үшін және Құран аятына келеді: "Инна фи ихтилафи алсинатикум алваникум". Сендердің әртүрлі тілде сөйлеулерің және түстерінің әртүрлі болуы Құдайдың белгілерінен дейді. Құдай тағала ұлтты жаратып, Құдай тағала тілді жаратып, енді бұл тіл маған керек емес, ұлт керек емес деп айтылмайды. Ол енді ақылға сыятын нәрсе емес. Сондықтан ол ең басты иманы болатын болса, ол Аллахпен қай өз тілінде тілдесе алады. Иә, Дарын аға, бүгінгі енді сұрақтарға өте кетейін.
ең басты жаңа Мұхаммед пайғамбарға байланысты, Айша анамызға байланысты сұрақтарды қойғым келіп отыр. Өйткені қазіргі таңда ең көп көтеріліп жатқан мәселелердің бірі деп ойлаймын. Жалпы кейбір хадистерді мысалға келтіре отырып, мысалға Сахих Аль-Бухари 51-33, Сахих Муслим 14-22 және Сунан Абу Дауд 21-21 риуаттарында Айша бин Абу Бәкірдің жалпы жасы нешеде болғаны жайлы айтылған. Мысалға ол жерде ол 6 жасында Качеледа ойнап жүрген кезінде Мұхаммед пайғамбар келіп осындай не түскен дейді. Уахи келді Алладан. Алладан уахи келді, осылай ол 6 жастағы қызды әйел қылып өзіне алуға деген сондай бір нәрселер бар да. Және 65-ші сүре 4-ші аяттың жаңа Ибн Кәсірдің тәпсірінде мынандай нәрсе бар екен: етеккірге келмеген қызды ида мерзімі жайлы түсіндіріп бере аласыз ба? Сол етеккір келмеген қыз туралы. Және осы деректерді ескере отырып, қазіргі моральдық өлшемдер тұрғысынан бұл мәселені қалай түсіндіруге болады? Бұл тарихи контекстке байланысты ма, әлде шариғатта жалпы қағида ретінде қарастырыла ма деген сұрақтар келіп отыр. Осы барлық нәрсені ескере отырып, осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Жақсы. Бұл көрдім мен. Бұл тақырыптарда енді шынымен де өзің айтқан сияқты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның Айша анамызға болған некесін қазіргі уақытта көп тілге тиек ететін болыпты. Бірақ сәл ілгері баратын болсақ көрмейміз. Енді сен де дінді зерттеп жүр екенсің ғой. Мен де бұл дінді зерттеп жүргеніме енді 20 жылдан асып кетті. Қызық болған кезде пайғамбарымыздың Айша анамызбен болған некесін кінәлауды пайғамбарымыздың дәуірінде, одан кейінгі дәуірінде, өзге дін өкілдерінде кездірмейін, соңғы дәуірде шықты. Бір айыптар бар пайғамбарға тағылған. Пайғамбарымыз неге көп әйел алды деген сияқты. Мүмкін енді ол бір жерде қозғалмай білмеймін. Жаңа Зейд деген асыранды ұлының келіншегін неге алды деген сияқты осындай айыптар тағылған. Бірақтан ешбірі пайғамбарымыздың Айша анамызбен болған некесі туралы сөз қозғамаған еді. Енді қазіргі уақытта қозғалды. Бұның бірнеше факторлар бар. Айта кетейік. Бірінші, бұл сөздің қозғалуы қанша дегенмен қазір уақытта былай жайлап қарайтын болсақ, кеңес өкіметі кетті, дінге еркіндік берілді, одан кейін адамдардың бір мұсылманшылыққа деген бет бұру пайда болды. Мен енді алғаш уағыз айтып бастаған кезімде мешіттер аз болатын, мешіттің ішінде адамдар да аз болатын. Ол кезде біз енді өзіміздің түсінген нәрсемізді қуалап жүріп айттық десек болады. Енді қазіргі уақыттарда мұсылмандардың саны көбейіп, былай жұма күндер байқайтын болсақ, мешітке сыймай сыртына оқып жатқандарын байқаймыз. Және басым көпшілігі жастар. Осы тенденция пайда болғаннан кейін заңды түрде кез келген уақытта, мына өмірдің заңдылығында, былай айтқанда ответный реакция дейміз ғой. Қарсы реакция пайда болады. Одан кейін, сендер неге бұл дінге кіріп баратсыңдар? Бұл сендер соны ақиқат деп ойлайсыңдар ма? Бұның осындай кемшілігі бар, бұның осындай кемшілігі бар. Енді ар жағында өздерінің сөздері бар. Ғылыммен айналыспайсыңдар ма? Құман құшақтап жүргеннен сендерге бірдеңе пайда бола ма? Технологияны дамыту керек. Жастардың бұлай дінге қатты әуес болып өткені жақсы емес деген сияқты осы дақпырттар айтты. Енді құр ол жай ғана сөз болып қалмау үшін исламнан нақты бір кемшілік тауып айтқысы келетін жандар да пайда болды. Мүмкін ол өзінің дінін қорғау үшін, болмаса жастарды бір қате ағымға кетті деген ойменен, болмаса біреуді исламофобиялық жаңағы кесел деп айтамыз, соңғы 100 жылдықтың кеселі, сонымен түсу мүмкін. Сондай бір нәрсенің біреусінде пайғамбарымызға осы Айша анамыздың некесіне кепті. Бірақ енді біз нақты жауап беруге тырысайық. Бұл жерде жауап беру үшін енді нарада енді аузыңда бармайды екен, бірақ кейбіреулер кәдімгідей өте ауыр сөздер сөйлейді. Енді мұсылмандар айтқанда пайғамбарды сол некені алып келіп педофил деген айыпты тағуға тырысқан екен, Алла сақтасын. Енді жалпы Құран аятында мұсылмандарда келеді ғой, кімде-кім Аллахтың елшісіне іспен яки сөзбенен қандай да бір жамандық жапқысы келген болатын болса, ол адамға өте күйзелтуші азап бар дейді. Енді Абатқа мұсылманшылықтың түсінігінде, егер кімде-кім пайғамбарға тіл тигізіп, одан кейін бір қандай да бір қиындыққа душар болса, енді ақырет бәріміз сенеміз ғой мұсылман болғаннан кейін. Ол жақтағысы өз алдына есеп болатындығы анық. Дүниеде есеп амал бар, есеп жоқ, ақыретте есеп бар, амал жоқ деген сияқты. Дүниенің өзінде болып қалған болса, Құдай не жаздым деп айтпай ақ қойса болады, егер кімде-кімнің пайғамбарға тіл тиген болатын болса. Бірақ енді біз рационально бұған жауап берейік.
жай ғана бір дінді жақсы көргендіктен емес, пайғамбарға деген біреулер ойлаған сияқты соқыр махаббаттан емес, кәдімгідей жаңағы сен айтқан деректер бар. Имам Бухари деген бұл хадис жинаушы ислам әлемінде пайғамбарымыздың хадисін жинаған өзі бірнеше ғалымдар бар. Соның ішінде танымал 6 кітап деп қойды. Соның ішінде ерекше бағаланатындары имам Бухари мен имам Муслим деген кісілердікі. Бұлар пайғамбарымыздың сөздері шынымен сол кісі айтты ма, жоқ айтқан жоқ па, қолынан келгенше оның бір нақты деректерге сүйенгеніне барынша әрекет жасаған. Сөйтіп ол кісінің кітаптары не деп аталып кетті? Хадис, былай сахих хадистер жинағы. Хадистер жалпы екіге бөлінеді екен. Сахих демесе. Енді осылай екіге бөліп қойсақ болады, қатты күрделендірмеу үшін. Оның ішінде өзінің бұл хадис ілімі өзі ислам дініне келгенде басқа діндерде қатты көп айтыла қоймайды. Бұл өзі хадис терминологиясы деген үлкен бір ғылым. Оны оқыған болса бір таң қаласың. Енді мен оны шет жағасын көрген едім. Бірақ айтқанымыз хадистер екіге бөлінеді, жаңа сен айтқан сияқты. Жеңілдету үшін айтайық. Сахих дегеніміз бұл шынымен де пайғамбарға қатысы бар сөз. Бұл шынымен де пайғамбарымызға қатысы бар іс деген сияқты. Пайғамбарымыз оны сөйледі, пайғамбарымыз оны жасады деген сияқты. Осының шын екен дәлелдеуге тырысады. Одан кейін заиф дегендер бар, әлсіз дегендер бар. Ол дәлел ретінде айтылмайды. Кейбір мұсылмандар енді былай ақлаққа, бір үлкенді сыйлауға, сондайға қатысты хадистер болса, уағызда қолдану мүмкін. Бірақ кәдімгідей нақты факт ретінде ол әлсіз хадистерді қолданбайды. Енді мына сенің келтіріп отырғаның бұл сахих хадистердің қатарына кіреді. Сахих хадистерді жаңағындай имам Бухари және имам Муслимнің кітабы өте жоғары есептелінеді. Ол жерде шынымен де келеді. Айша анамыздың өзі риуаят еткен. Егер қарайтын болатын болсақ, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам маған сөз салды, некеміз түйілді, менің 6 жасымда дейді. Одан кейін біз дейді 9 жасымызда ғана пайғамбар өз үйіне алып келді дейді. 9 жасында. Маған кірді деп жазылып тұр мына жақта. Сол кірді деген бірге тұрдық деген сөз ғой. Араб тілінде дахалада әйел бұрын кезде үйленіп алған кезде сен әйелді өз үйіңе алып келесің. Сол дахала деген үйге алып кіргізді деген сөз ғой. Яғни қарамағына алды деген сөз. Сонда 6 жасында пайғамбарымыз Айша анамызбенен неке қиған туралы нақты хабар көріп тұрмыз. Және 9 жасында пайғамбарымыздың үйіне Айша анамыздың келгендігін көріп тұрмыз. Онда Айша анамыздың сөзіменен жаңағы имам Бухари келтірген риуаяттар бойынша бұл сахих болып есептелінеді, қабыл етілетін дәлел ретінде. Имам Муслимнің деректер бойынша бұл сахих болып есептелінеді. Енді осыны түсіну үшін бірнеше факторларға түсінуіміз керек. Бұны кей кезде біздің заманымызда неге ілгеріде бұл әңгімелер қозғалмай, біздің заманымызда қозғалды деген кезде біз кішкене мынандай 7-ші ғасыр менен біздің ғасырымыздағы арасындағы кейбір өзгерістердің пайда болғанын ұмыттық. Әлеуметтік өзгерістер, биологический өзгерістер, моральдық өзгерістер, сосын жаңа отбасылығындағы құндылыққа байланысты көзқарастар. Мысалы біздің кезімізде үйлену кеш. Себептері ол тек қана биологический үшін емес. Оның кеш болу себептері өйткені бізде қойылған стандарттар бар. Ол дүниеге бала келеді, ол болсын, қыз болсын. Сосын оның садик кезеңі бар. Өзі белгілі жас бар, осы жасқа дейін. Одан кейін 6 жастан бастап мектеп басталады. Мектеп бітірем дегенше осы жас болады деген сияқты. Сосын кәмелетке толу жасы заң бойынша 18 деп есептейді. Одан кейін бар ол әке шешесі өзі ары бері қозғала алады деген сияқты жауапкершілігі. Одан кейін оқу орны басталады да, сөйтіп біздегі жастардың басым көпшілігі ол 20-дан асқаннан кейін үйленіп жатыр. Өйткені оған сананы тұрмыс билейді деген сияқты өмір сүру үрдісі осындай стандартқа көшкен. Бұл өзіміз таңдап. Егер қай бір жерлерде бұндай нәрсе болмаған болатын болса, онда о жақтарда 15-те, 16-та үйленіп жатқандарды бұлай қатты шошынарлық жағдай емес. Енді мынандай нәрсе бар. Биологический, бұл енді жаңағы әлеуметтік жағдайға байланысты отырмыз, біздің қоғамда. Ол кезде олар оқу деген қатты ұзақтар болмайтын. Біреулер енді ілімнің соңына түскен адамдар енді өмірінің соңына дейін тоқтамай оқи беретін шығар. Бірақ сауат ашу үшін оларда 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деген сияқты сонымен сауаттарын ашып кете беретін. Сосын ол заманда жазу, сызу жоққа тән. Арнайы оқу орындары бола қойған жоқ. Біздің өзімізде де сондай ғой, ауыз әдебиеті деп келеміз ғой. Әдебиет текке бөлеміз, жазба әдебиеті, ауыз әдебиеті деп. Арабтарда да жазу өте аз болған. Сол үшін оларда бір жаңағыдай жасты үйленуді кешіктіретін нәрсе жоқ сияқты. Екінші биологический жағдай бар. Биологический жағдайға келетін болатын болсақ, біз енді ол замандарда
бұл үйлену, ерте жаста үйлену өте көп үрдіс алған. Біздің енді өз заманымызға келейік. Қазақта кең тараған мақал бар, ол мақал жай айтыла салған сөз емес. 13-те отау иесі деген сөз бар. Бұл ілгерде солай болған. Яғни 13-те отау иесі деген ұл балаға қатысты айтылып жатыр. Яғни ол үйленіп, семья ұстап, жауапкершілік арқалай алады деген сөз. Егер ұл бала 13-те біздің ілгергі ұғымдарымыз бойынша отау иесі бола алған болатын болса, қыз бала қандай болды деген сұрақ туады. Өйткені көбінесе қыз бала еріне қарағанда 1 жас, 2 жас кіші болуы мүмкін. Және біздің территориямыз Орта Азия болып есептелінеді, қатты салқында емес, орташа, ал арабтерде ыстық. Оның да бір әсері бар биологический нәрсеге. Өйткені Сергей Максименко деген кісі бар, бұл кеңес өкіметінде өмір сүрген адам. Бұл енді ғылыми подход жасайды, тек қана біз эмоциональный емес, ғылыми подход жасайды. Біздің тақырыбымызды түсінуімізге оның да сөзі көп көмектеседі. Ол өзінің бұл кісі антропология саласында профессор, академик кісі ғой, кеңес өкіметінде өмір сүрген, өте көптеген еңбектер жазған, психология саласында. Соның ішінде бір қызығы осы отбасылық мәселелерді қозғаған. Отбасылық қозғағанда кәдімгідей енді әкеңді сыйла, шешеңді сыйла деген нәрселер ғана емес, ерекшеліктер. Орыстарда ілгерде отбасы қалай болды, қазір отбасы қалай, күн ыстық жерлерде отбасы қалай деген сияқты, сол жерде кәдімгі қызық бір хабарды айтады. Күн ыстық жерлерде дейді, половой зрелость деп енді өзінің есінің кітабында жазып кеткен. Бұл айтқанда, біздің тілмен айтқанда, қыздың бой жетуі, ұлдың ер жетуі деп қойықшы, мәдени тілде. Бұл дейді, енді бой жету, ер жету дегеніміз, ол бала үйленсе, балалы болу мүмкіндігі бар, қыз бала үйленсе, дүниеге бала келдіру мүмкіндігі бар деген сөз. Яғни организм пісті. Балалық болады да, и оның уже арғырай бойында әйелдік қасиет пайда болады қыз балада. Бұл дегеніміз балиғат жасы, ал ұл балада уже балалық қасиет өтеді, еркектік қасиет пайда болады. Сол Сергей Максименко өзінің кітабында күн ыстық жерлердегі деректерді келтірген не деп жасаған? Ол жақтарда 8, 9, 10 жасында әйел балалары толық кәмелетке толып қояды деп жазған. Яғни ол бала тууға немесе бала табуға, кешіріңіз бұндай сұрақ қойып жатқаныма, биологиялық тұрғыда жетілген адам ретінде болып есептелген ба сол заманда? Пайғамбар заманда ол солай есептеп тұр. Тіпті біздің заманның өзінде Максименко, бұл жаңағы өзінің кітабында Сергей Максименко деген кісі соны айтып кеткен. Яғни енді қатты өзгерістер болған жоқ, бір әлде бар. Күн ыстық жердегі жетілу тезірек. Күн салқын жердегі жетілу, егер былай қарайтын болса, ғылыми түрде болған. Оны біз көреміз. Енді бұл биологический тұрғыда. Өйткені жаңағы айтып отырмыз ғой. Бұның жаңағы біз әлеуметтік тұрғысын қарап шықтық. Біздегі неге әйел балалар кеш үйленетіндігіне байланысты, ол кезде неге ерте үйленді деген үйде отырған қыз бала бой жеткен екен, оған сөз салушылар болады. Екінші биологический тұрғыға алып келдік. Одан кейін және бір тұс бар. Бұл жерде уақытқа қарайтын болатын болсақ, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам 7-ші ғасырда өмір сүріп жатыр. Пайғамбарымыздың ең бірінші әйелі кім? Хадиша анамыз. Тарихи деректерге қарайтын болсақ, Хадиша анамыздың жасы пайғамбардан үлкен. Иә, үлкен. Кейін тараған деректер бойынша пайғамбарымыз жасы 25-те болғанда, Хадиша анамыздың жасы 40-та болды деп келеді. Иә. Онда екеуінің арасында бір 15 жас айырмашылығы бар. Хадиша анамыз қайтыс болды. Меккеде болған кезінде қайтыс болды. Хадиша анамыздың тұсында қызық болғанда пайғамбарымыз еш уақытта үйленбеді. Қайта ол кезеңдерде көп әйел алу, бұл айтқанда адамда тек мұсылман қазір ойлайды, ислам дінінде көп әйел алушылық бар екен деп ойлайды, бірақ негізі ол қате ұғым. Ислам дінінде әйел алудың саны шектеушілік деп қаралады. Ислам діні келгенше әйелдің алдын сану шектелген жоқ. Түркі халқы болсын, парсы халқы болсын, басқаларда болатын болсын, тіпті сен дінді зерттеп жүрген болатын болсаң, ілгергі пайғамбарларға баратын болсақ, Дауд пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар баратын болсақ, оларда өте көп әйелдер болған. Сондықтан адамдарға ол кезде көп әйел алушылық бір қатты шошынарлық мәселе бола қойған жоқ. Енді осы тұстарда мынандай жағдай бар. Пайғамбар 7-ші ғасырда өмір сүріп жатыр. Пайғамбарымызға 40 жасында пайғамбарлық келді. Хадиша анамызға бірінші үйленді, одан кейін екінші үйленген әйелдің аты Сауда. Сауда, иә. Ол кісінің де жасы үлкен болды. Мен бір тарихтар қараған кезде қайта қарап өзімді оқыған кезімде таңғалғаным бар. Мен енді Хадиша анамыз өмірге келгенде Сауда бір жастау әйел кісі болды деп ойладым. Ол кісі де пайғамбарымыздан жасы үлкен болған екен. Кейбір деректер бойынша 60 жаста болған дейді.
Сосын мен ойладым, неге олай болды екен, ер кісіден бір қызығушылық болғанда үйленгенде басқаша. Сөйтсек пайғамбарымыз бір аналық қасиетке еге бір кісіні іздеген екен да. Одан кейін жаңағы сен айтқан сияқты, хадисте келген сияқты, Аллахтың уахи деп қояды, хабарменен пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху бір рет түсінде көреді, хази имраатык, бұл сенің болашақ әйелің деген хабар беріледі пайғамбарға. Пайғамбар мәселесіне мән бермейді. Кейін ол түс қайттан көрсетіледі. Енді алып қарайық. Пайғамбарымызға сол кезде Хадиша анамыз қайтыс болған кезде кісілер болды, бір әйел кісіге айтады жақындарынан, сіз енді өмірден айлыңыз өтті, үйленгеніңіз дұрыс болатын шығар дейді. Сосын пайғамбар айтады, сіз енді жастай алғыңыз келе ма пайғамбарға, жоқ әлде үйленген кісіні аласыз ба деп. Пайғамбарымыз сонда кімдер бар еді ұсынып жатқан деп сұраған кезде, біреусі Сауданы айтады, екіншісі осы Абу Бакр Сыдықтың қызын айтады. Яғни сол кезде. Енді бұл пайғамбарымыздың көрген түсіменен сәйкес келеді. Пайғамбарлардың түсі енді жай адамдардың түсіне келмейді, ол уже хабар болып есептелінеді, Аллахтан келген хабар. Енді 7-ші ғасыр пайғамбарымыз Айша анамызға 6 жасында, айтқанда біздің тілмен айтқан кезде сөз салып неке қиды деген кезде Айша анамызға оған дейін сөз салып қойған адам бар еді. Көрдіңдер, осының түсін байқамайды. Пайғамбарымызға Айша анамызға, ол Абу Бакрдың қызы ғой. Иә. Өйткені ол жаман Абу Бакрды анасы да қарсы болды менің. Жоқ, олай емес. Қазір айтамын, қарсы болған жоқ. Бұл жерде сәл кішкене деректерді не алады. Бұл енді тақырыпты өзім Құран бойынша, хадис бойынша оқып шыққам. Былай болады. Кейін, жаңағы сөзден кейін пайғамбарымыз Абу Бакр Сыддыққа келіп ойын білдіреді. Абу Бакр Сыддық пайғамбарымыздың ең жақын досы. Егер сахабалар ішіне қарасақ, пайғамбарға Абу Бакрден жақын ешкімді көрмейміз. Құран аяттарына қарасақ, ол екеуі үңгірде болғанда деп Абу Бакрда айтылады. Омардан басқалардың кеңізі біздің арамыздағы пайғамбарға ең сүйіктіміз, ең құрметтіміз Абу Бакр еді, Абу Бакр еді деп келеді. Пайғамбардың сөзінде тыңдайтын болатын болса, көптеген хадистерде мен және Абу Бакр деген сөздер жиі келеді. Сосын пайғамбарымызға Абу Бакр Сыддық пайғамбарлық келген кезде ол кісінің Сыддық деген атқа еге болуының тарихының біреусі шыншыл деген сөз ғой. Ол кісі ешбір дәлелдерді сұрамастан пайғамбарымыз деп жатыр ма, Аллахқа миғраж көтерілдім деп жатыр ма, онда бұл рас деп сенеді, өйткені ол жан досы. Оның бойындағы ерекше қасиеттерді көрген, яғни пайғамбарлыққа лайықты болатын болса, осы адам лайықты болатын шығар ойлаған. Енді айтайық, пайғамбарымыз Абу Бакрге өз ойын білдірді, қызына байланысты, Айшаға. Айша анамыз 6 жаста. Сонда Абу Бакр не деп айтты? Қарсы болғанша бүйтіп айтты. Оған Мутайм ибн Джубейрдің, Мутайм деген өте беделді адам болған, сондай көсем болған, сол жерде ол енді ислам дінін қабылдамады, баласы ислам дінін қабылдады. Джубейр деген Мутайм өзінің баласы Джубейрге менің қызымды атастырып қойып еді дейді. Яғни бұл атастыру дегеніміз ол бірге өмір сүрмейді, бірақ атастырып қояды. Бізде қазақта бұл бар етін, қазір енді сиреп қалды, мүмкін ауылда жерде. Атастырылды. Иә, мысалға екі дос болады да, сенің дүниеге ұл келген болса, қыз келген болса, екеуміз атастырып қояйықшы дейді. Бірақ бұл әлі толық бірге өмір сүруді көрсетпейді. Өйткені шариғатта ол атастырылғандар өскеннен кейін оған айтылады. Біз сені атастырғанбыз осы қызға, сен сол қызды аласың ба? Біз сені атастырғанбыз осы жігітке, сен сол жігітке шығасың ба деп сұрақ қойылады. Сосын олардың шешімінен кейін барып, шешім қабылданады. Бірінші атастырылады. Сонда пайғамбарымыз Абу Бакр Сыддыққа келіп, сол ойын айтқан кезде Абу Бакр Сыддық не айтты? Менің қызыма сөз салып қойған еді деді. Қарасақ, сөз салып қойған екен да. Өйткені Айша анамыз енді Абу Бакр енді текті жерден, және былай қызы да көрікті, енді біліп отыр ғой. Сонда оның қызына пайғамбардың алдында сөз салып қойған. Кім дегенде? Мутайм дейді. Ол кезде мұсылман мен мұсылман емес арасында неке тыйым салынбаған. Ол кезде тыйым салынған жоқ еді. Сонда Абу Бакр сөзге тұратын адам пайғамбарға айтады, жақсы дейді, мен бар Мутайымға осыны айтайын дейді. Сен енді ұлыңа Джубейрге менің қызыма атастырып қойып едің ғой. Сен рұқсат берсесің ба, жоқ сол күйінде қаласың ба, мен қызымды басқа кісіге берсем деп барады Мутайымға. Мутайым ислам дінін қабылдамаған. Абу Бакр Сыддық ислам дінін қабылдаған. Сөйтіп екеуі барған кезде осы діннің тақырыбында ойламаған жерден сөз талас туып кетеді. Мутайым оны кінәлай бастайды. Сен ата-бабалардың жолынан бас тарттың, сен дұрыс қылмадың, сен Мұхаммедке еріп кеттің, ол деген бір сектант деген сияқты. Сосын Абу Бакр енді дінді жақсы көретін, жоқ, олай емес деп екеуінде сөз туады.
сөйтіп кетті, жаңағы осы қыз айтқан кезде сенің қызың да өзің де маған керек емессің дейді. Абу Бәкір айтты, ондай болса мәселе шешілді. Яғни бұл кәдімгі тарихи оқиғасы. Кейіннен кейін барып айтқан кезде осындай оқиға болды, онда менің адастырған адамы кетті, енді қызымның басы бос деп айтады. Енді қарайық, бұл оқиғасы қалай сөз салынғаны. Өйткені біз мына нәрсені біліп алайықшы. Педофил. Біздің заманымызда педофил деген кезде ол термин қолданады. Енді біз современ терминдерді қолданамыз ғой. Кішкене сәл елге жеңіл болу үшін қазақшылайық бұны. Педофил дегеніміз былай айтқанда жас балаға жыныстық зорлық. Жас енді бір қыз бала болды. Бұл жерде қарапайым халықтың ойы мысалға Мұхаммед пайғамбардың жасы 53 жаста болған. Иә. Ол кезде Айша анамыздың жасы 6 жаста болды. Енді бұл үлкен айырмашылық қой. Мен былай қараған кезде мейлі жасы 6 жас емес, 9 жас болсын, мейлі 13 жас болсын, бәрібір де ол қаншама 13 жас болса, ол вообще 60-тағы үлкен кісі. Сол кішкентай қызға қалай қарады, қалай бұл міндетті түрде мен ойлаймын барлық көріп отырған көрермендерге де, осы сұрақты қойып жүрген адамдарға да бұл сырттай көз қараста мүлдем түсініксіз нәрсе. Неге Мұхаммед пайғамбар осындай нәрсеге барды деген сұрақ келеді. Қалай ол сонда 6 жастағы кішкентай, былай қарасам бөпе ғой ол деген нәресте сияқты да менің көзімше. Сол нәрсеге 53 жастағы үлкен кісі әйел ретінде қарау, ол қалай болсын ол нәрсе болды деген сұрақ келеді. Енді сен ойыңды былай ашық жеткізгенің маған өте бір жақсы болып отыр. Өйткені былай айтқанда сұрақ ол қойылмай іште қалып кететін болатын болса, ол бір не сияқты ғой, бір сығылмаған ірін сияқты адам мазалап тұрады да, бір не қылады тұрады, бұл қалай деген сияқты ол сұрақтар туындайтыны заң. Сол үшін бұл тек қана сенің жеке ойың емес, мен ойлаймын, осындай ойда жүрген адамдар бар. Өте көп. Сондықтан мен ойымша бұл тақырыпты біз сол үшін жан-жақты қарап жатырмыз. Осы ойды кішкене сейілту үшін. Енді біз мұсылман ретінде және барша мұсылмандар ол пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху жақсы көреміз, және біз одан енді кемшілік көрмейміз ғой. Сондықтан бірақ енді біз осыны кәдімгі сейілтейік. Осы қалай болды деген сияқты. Бұл қалай 50-дегі адамның былай айтқандағы 6 жасар қызға сөз салуы деген сияқты. Иә, осыған біз енді жаңағы осыған байланысты күдіктерде бір жауап беруге тырысайық. Жаңағы түсінікті болу үшін айтылған ғой. Енді осы жерде бір нәрсе айтып қалайықшы. Педофил. Біздің заманымызға келетін болса, енді қазір енді оны біздің тақырыбымыз, бірақ айтып кетейін, мысалы Эпштейн файл деген сияқты елдің бәрін шошытты. Енді ол жердегі болып жатқан нәрсе енді өрескел деген сияқты. Тура осыған ұқсас оқиға, бірақ ол жерде зорлық, зомбылық, өлтіру, қаншу, жеу деген сияқты бір адам шошитын нәрселер. Енді ол қанша рас болатын болса, оның артында тұрған тұлғалар онда шынымен де халықтың бір жиіркенішін оларға деген туғызады. Енді осы жерде соған ұқсас па, ұқсас емес пе деген мәселеге келейік. Педофил дегеніміз жас қызға деп қояйық, енді кейбір жерлерде жынысқа қарамайды екен, қызға жасалған жыныстық зорлық. Оның салдарынан бірнеше туындайды. Біздің заманымызда педофилға бұны былай айтқанда психологически ауру адамның қатарына кіргізген. Кейбіреулері не деп айтқан, жазылмайтын ауру деп атағандар бар. Сол үшін оларға жаза қолданған кезде оларға кәдімгі кастрация жасау керек. Енді неде сәл айбетпеңіздер, піштіріп тастау керек деген сияқты, мүлдем жарамайтындай. Өйткені ол жазылмайды. Ол ауру оның санасында бар, оның бойында бар. Оны қазір сен қамағанмен де бірнеше жылға шыққаннан кейін бұл ол ісін қайтадан жалғастырады деген сондай ойға келген. Жазылмайтын ауру ретінде қарастырған. Одан кейін көп жерлерде бұл оқиғалардан кейін ондай зорлыққа ұшырағандар, енді біздің кезімізде ол қазір көп болып отырған. Мысалы Россияның өзінде ана бір дәрігер, кәдімгі балаларды қарайтын дәрігер, ол ұзақ уақыт ұсталынбай, өйткені олар одан күдіктенген жоқ. Ол бізді әдепті солай істеп жүрді, бірақтан 10-нан астам қыз баланы зорлаған, және зорлаудан бөлек ол өзіне қызық көріп, оны видеоға түсіріп отырғандығы кейін енді ашылды ғой. Былай қарасақ. Және солардың көпшілігі не болған? Моральный және басқа да стресс алады, физический зиян алады. Физический зиян алады. Иә, физический зиян. Мен даже бүйтіп ойладым, мысалға, Айша анамыз ешқашанда бала көтермеген. Мен ойладым, мүмкін сол 9 жастағы кішкентай қызбен үлкен ер адамның қосылуы, ол міндетті түрде ол кісіде бала болмайды ешқашанда. Өйткені ол денсаулығына зиян келеді.
басқа да нәрселер бар. Осы нәрсенің барлығын оқыған адам да, оқымаған адам да, жай осы ақпарат ретінде естіген адам болса да, бұл қарапайым адамдарға түсініксіз ретінде көрінеді. Енді сіздің жауабыңызды мен естіп отырмын. Сол замандағы ерте жетілу, жаңағы жастық. Жарайды, мен сіздің жауаптарыңыздың барлығын былай ойлап қарасаң, қарапайым білім ретінде қараса, сол заманда болған нәрсемен бүгінгі күндегі айырмашылық шынымен де өте үлкен. Ол кездегі мораль мен бүгінгі мораль өте менің атам да, ата әжем де мысалға 15-16 жасында үйленген, мысалға бір-бірімен. И 12 бала тапқан, оның ішінде 8 ағайынды. Ал бүгінгі таңда ондай нәрсені кездестіру мүмкін емес сияқты көрінеді. Сондықтан мен түсініп отырмын, ол көзқарастың бүгінгі көзқарасқа деген сәйкес келмейтін нәрсе екенін. Бірақ та бәрібір де бүгінгі күнде бұл қоғамдағы адамдарға ол нәрсе өте түсініксіз. Сол үшін де мен де ойлаймын, енді адамдарға барлығына біріншіден айып тағудың алдында оқып, кішкене зерттеп, не үшін олай айтылған, сол заманда неге ондай нәрселер болды. Бағанағы сіз айтып жатсыз, көп әйелдер неге алып жатты, жаңағы Дәуіт пайғамбар болсын, басқа да Сүлеймен патша бар, оның қаншама әйелі болған. Енді сол заманда былай түсінуге болады. Бірақ мен келесі қоятын сұрағыма бір нәрсе мені қатты уайымдатқан бір себеп бар бұл жерде. Және осы әлеуметтік желіде қойылып жатқан сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Мұхаммед пайғамбардың жалпы мына жерде 33-ші сүреде 50-ші аятта былай деп жазылған екен. Әй пайғамбар, расында саған мәхәлләр берген жұбайларыңды Алла саған нәсіп етіп, елігіңде болған күңдерді сенімен бірге көшіп келген әкеңмен туысқан ерлердің, әкеңмен туысқан әйелдердің шешеңмен туысқан ерлердің әрі шешеңмен туысқан әйелдердің қыздарын халал қылдық. Сондай-ақ, егер мүмін бір әйел өзін пайғамбарға бағыштаса, пайғамбар оны некеленгісі келсе, бұны өзге мүміндерден ерекше саған халал еттік деген. Осы нәрсені туған жаңағындай туысқандардың да жаңағы бұл нәрсе қазаққа өте жат нәрсе ғой. Мысалға бізде жет ата деген нәрсені сақтаймыз. Осы жет ата деген нәрсе медициналық тұрғыда да өте үлкен дұрыс нәрсе деп оның барлығы зерттеулі. Енді қазақ бола тұра бізге бұл нәрсенің Мұхаммед пайғамбарға осындай нәрсені Алла қалай рұқсат берді деген сұрақ келеді. Неге бұндай нәрсе болды? Және оған дәлел жаңағы 30-ші сүреде, жаңағы 37-ші аятта жаңағы Мұхаммед пайғамбардың жаңағы жиен қарындасы деп айтады ғой, Зейнепті. Жиен қарындасы өзінің қарындасын өзінің асыранды ұлына Зейдке күйеуге береді. Одан кейін олар бір-бірінен аралары жараса алмай Зейд пайғамбарға келіп жаңа өзінің айтқысы келген нәрсесін айтады. Сол уақытта өзіне Алла да бақ берген, сен де бақ берген, Зейдке жұбайыңды ажыратпа, Алладан қорық деуде едің. Алланың жариялайтын нәрсені көңілінде жасыруда едің. Адамдардан қорқасың, негізінде қорқуға Алла лайық. Сонда одан Зейдтің жұмысы біткен. Ажыраған кезде оны саған некелендірдік. Мүміндерге асырандыларының босаған әйелдерді алуда бір кінә болмау үшін Алланың әмірі орындалды дейді. Яғни бұл жерде Алланың әмірі орындалып тұр. Шынымен де мен бұл нәрсені қараған кезде өзінің асыранды ұлына, өзінің туған жиен қарындасы баласын қосып отыр. Жарайды, бұл енді олар ажырасқаннан кейін өзінің асыранды ұлының әйелін өзіне әйелдікке алу. Мына жерде туысқандар бар. Туысқандарды алуға Алла рұқсат етілген. Сонда Алла неге бұл нәрсені Мұхаммед пайғамбарға рұқсат етілді дейді. Енді мысалға мына жерде менде мынандай тағы бір сұрақ бар. Осы сұраққа байланысты мен барлық өз ойымды айта кеткім келіп отырды. Мысалға мына жерде бір Тауратты алып айтайық та. Тауратта
осы нәрселерге мүлдем Алланың сөзі қарсы. Леуліктерге деген кітап бар. Ол леуліктер дегеніміз жаңа Харонды білесіз ғой. Сол Хароннан тараған, сол леуліктер тараған. Соларға жаратқан Мұса пайғамбардың қасында Харон. Мұса пайғамбардың қасында Харон, солардан тараған. Сол жерде мынандай деп жазған екен да: сонымен менің ережелерім мен шешімдерімді ұстаныңдар. Оларды бұлжытпай орындайтын адам солар арқылы өмір сүреді. Мен жаратқан емін деп айтады. Ешкім өзінің қандас туысымен жақындасып, абыройын ашпасын. Мен жаратқан емін. Әкең мен шешеңнің абыройын төгіп, шешеңмен жақындаспа. Ол өз анаң ғой, оның абыройын ашпа. Әкеңнің өзге әйелімен де жақындаспа. Бұл әкеңнің де абыройын ашқаның. Өзіңнің бірге туған әпке қарындасыңмен немесе өзіңмен жартылай қандас, не әкеңнің не шешеңнің қызымен де жақындаспа. Ол сенімен бірге туып өсті емес пе? Жоқ, бәрібір оның абыройын төкпе. Ұлыңның не қызыңның қызымен жақындаспа. Бұл өзіңнің де абыройыңды ашқаның. Әкеңнің басқа әйелінен туған қызымен де жақындаспа. Ол сенің әпке қарындасың ғой. Әкеңнің әпке қарындасымен де жақындаспа. Ол әкеңнің қандас туысы ғой. Шешеңнің әпке сіңілісімен жақындаспа. Ол шешеңнің қандас туысы ғой. Әкеңнің аға інісі әйелімен жақындасып, немере аға ініңнің абыройын төкпе. Сол әйел сенің туысқан жеңгең не келінің ғой. Өз келініңмен де жақындаспа. Ол ұлыңның әйелі ғой, келіннің абыройын ашпа. Аға ініңнің әйелімен жақындаспа. Бұл ағаңның іні не ініңнің абыройын ашқаның. Бір әйелмен және оның қызымен немесе бір әйелмен және оның немере не жиен қызымен бірдей жақындаспа. Олар өзара қандас туыстар ғой. Бұл жексұрын қылық дейді Құдай. Әйеліңнің туған әпке не сіңілісін алып, онымен әйеліңнің көзі тірісінде жақындаспа. Бұдан сол екеуі де күндес болар еді. Әйелдің айлық етек кірі келіп жүрген кезінде онымен жақындаспа. Басқа біреудің әйелімен еш жақындасып өзіңді арамдама. Ұрпақтарыңда жалған тәңір Моллахқа құрбан етіп, Құдайыңды қорлама, мен жаратқан емін. Бұл жерде жаңа еркектермен жақындаспау, жануарлармен жақындаспау, барлығының бәрін бұл айтады, Алла тағала айтады. Бұның барлығы жексұрын қылық қой дейді. Енді мына жерде Құранды оқып қарайтын болсам, Құранның алдында түскен Тауратта Алланың сөзі осылай жазылып тұрды. Ал мен осы Құранды оқыған кезде Алла тағала Мұхаммед пайғамбарға осы нәрсені халал етіп тұр. Бұл сонда Алланың бір әділетсіздігін көрсетпей ма деген сондай ой келеді. Жақсы ұлан. Біз енді жаңа жоғарыда тақырыбымыз бір несін ашып алайық. Өйткені қазір жаңағы айтылған нәрселердің бәрінің өзінің жауаптары бар. Оны қозғасақ мүмкін бір әңгімеміз сыймауы мүмкін, бірақ ойлаймын енді. Бірақ бұл соңғы кездесу емес шығар. Бірақтан бір жағынан енді сен ол бір осы жаңағы Құранды зерттеп, оны оқып, Тауратты зерттеп, оны салыстырып, бұл өткір сұрақтарын қойғаның мен өзіме былай жақсы көріп отырмын. Өйткені бұл сұрақ ертеңгі күні сенен бөлек басқа адамға туындауы мүмкін, сондықтан жауабын іздеуі мүмкін. Енді осынша мұсылмандардың бәрі сондай қатты жақсы көретін пайғамбарының осындай қылығы қалай болды деген ой болып қалуы мүмкін. Бірақ жаңағы сұраққа біз келейік. Осы түсінікті болу үшін бірінші бір тақырыбымызды ашып алайық, одан кейін келесі тақырыпқа өтуге тырысамыз. Енді сен толық түсіндім сенің ойыңды. Енді мен осы дін саласы маманы болғаннан кейін бұған енді жаңағындай түсіндіріп бергенде жай ғана бір соғыр махаббатпен ғана жауап бергім келіп жатқан жоқ, бірақ жаңа байқаған болатын болсаң, оның тарихи, биологиялық, әлеуметтік жаңағы байланысты жауап бергім келіп отыр. Жаңа пайғамбарымыз енді Айша анамызға ерте жастан енді 9 жаста олар бірге тұрған болса, мүмкін сода жыныстық қатынас болып қалды ма, одан кейін содан жолда бала көтере алмай қалды ма деген сен ойды айтып жатсың ғой. Бірақ біз білеміз пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның некесінде бірнеше әйел болған, бала туған әйелі тек қана Хадиша анамыз, одан кейін Мария Қибти ғана. Қалғандардың ешқайсысында бала болған жоқ. Егер ол жай мен дұрыс емес деп болу ой түсінік болуы мүмкін, өйткені мен де көп нәрсені білмеймін. Бірақ сен оны айтып кеткенің жақсы, өйткені сен қазір сен бұны ашпасаң, басқа біреу осы ойды келіп ойлауы мүмкін да. Өйткені пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның жаңа сен Зейдті айтып кеттің, ондай қазір үлгерсек қозғаймыз. Ол соған екеуі бір-біріне өте тығыз. Өйткені пайғамбарымызда шынап келген кезде, өмір өткен кезде артында ұл бала қалған емес. Бұл ненің белгісі? Құран аяттарына келеді. Ма кана Мұхаммадун аба ахадим мир риджаликум. Мұхаммед дейді саллаллаху алейхи вассалам, ер кісілердің ешкімнің әкесі емес дейді.
Иә, ол жерді білем, иә. Бұл да жаңағы неге осы Ахзаб сүресі ғой бәрі, Зейдтің де сен айтып отқан нәрсесі. Ахзаб сүресінің басталған кезінде адам түсініп оқитын болатын болса, мына аяттарды түсіну жеңіл болады. Енді оған қазір біз келеміз, бірінші тақырыбымызды бітіріп алайық. Сонда қарайық. Бұның енді біз жаңағы сол кездегі моральға келетін болатын болсақ, жаңа айтқан сияқты айырмашылықтар бар екені. Өйткені ол кезде жастайынан ұл балалардың үйленуі, мысалға және бір оқиғаны айтып кетейік. Абдулла ибн Амр ибн Ас деген сахаба болған. Бұл өте батыр, жазу сызуды білетін, өте құрметті. Онда әкесі енді мұсылманшылықта болмады, өзі ислам дініне келген. Пайғамбарымыз оны өте жақсы көретін сахабалардың бірі еді. Сол не деп айтады? Менің әкем дейді, 11 жасында үйленді, 13 жаста мен дүниеге келдім дейді. Бұл уже сол кезде осы жаңағы деректерге баратын болатын болсақ, сол заманның бір мораль үшін ол біздің заманымызда аяқты бір норма болуы мүмкін, мен оған келісемін. Норма болып тұр да. Өйткені біз сәл баратын болсақ, бізде де қазақ даласында, егер қазір бар архивтерде, жаңа сен айтып отырсың ғой, қанша жаста дедің, атам мен апам үйленгені 15-16 жасында. 15-16 жасында үйленген, және қанша баласы болған, мысалға қазір ол уже мысалға биологически тұрғыда келетін болатын болсақ, қазіргі заманның әйелдері 2 баладан кейін уже денсаулық жоқ. Иә. Ол сол кезде больница жоқ, витамин жоқ, басқа жоқ, 14 бала, 15 бала. Мен білем, бір апаны білетінмін, 16 бала дүниеге келтірген. Мен ол кісімен араластым, намаз оқитын. Және қызық болғанда, жаңағы апамыздың түрі өзінің қыздарынан жас болып көрінетін. Енді қарасақ, бұрынғы пайғамбарлардың өмірін қарайтын болсақ, мысалға, олар 200-300 жас, 400-500 жас жасаған ондайлар бар. Біздің кезімізде уже қарасақ ол да жоқ. Кезімізде ол нәрсе жоқ. Мен сол нәрсеге қарай отырып, мүмкін деген ойға, түсінікке өзіме рұқсат бергім келеді. Өйткені мен бұл сұрақтарды қойған кезде мен анандай немен емес, бір жек көрінішпен, немесе сөзден жеңу, немесе осы Құрандардың бәрін міне сендердің деп ондай нәрседе емес. Мен мұсылман бауырлардың арасында да мысалға өте мен сыйлайтын адамдар бар. Мысалға сіз сияқты басқа да сол адамдар неге бұл жақсы адам ғой деп ойлайсың да, бітіп қарағанда жақсы адам, неге ол адам мұсылман болып жүр, неге деген сұрақ болған кезде мен түсінем, ол адам үшін бұл Алланың тірі сөзі, ол адам үшін бұл пайғамбар, ол қасиетті, ол адам үшін. Өйткені ол адамға деген менде сыйластық болған кезде ғана мен сол адамның көзімен осы кітапты, сол адамның жүрегімен түсінген кезде бұл басқаша нәрсе болады екен біле отырып, осы сұрақтарды қойып отырмын да сіздерге. Онда мен жаңа неге жауап беріп қояйын. Жалпы сұрақ анық болды. Шынымен дұрыс айтасың. Кейбір нәрселер бар, оны кей кезде сол адамның көзімен көру деген өте дұрыс айтасың, өте байқадың. Енді сендер жастар болғаннан кейін бір зеректіктер бар ғой, асыл тастан ақыл жастан деген сияқты. Екінші, мысалға айтайық, мынандай бір оқиғалар, мен өзім қысқа түсінікті болу үшін біздің тақырыбымыз. Мен бір күні бала шағаммен отырдым да, Адам ата мен Хауа туралы әңгіме айттым. Енді олардың бала шағасы көп болғанын сөйтіп айтып едім, менің бір қызым сұрақ қойды. Әке, олардың бала шағалары көп болған екен ғой, соның бәрін памперс қайдан алды дейді. Яғни мен өзім памперс кимеген адамдарымыз ғой енді біз. Сонда біздің заманымызда уже кейбір түсініктер уақыттың өтуіне байланысты бір нәрсені түсіну үшін сол ғасырға түсуіміз керек болады да, сол кездің заманын білуіміз керек болып қалады. Бірінші. Екінші, жаңағы адамның, мен бір корейс кісі бар, өте былай беделді жұмысы несі бар, сол намазға кепті 5 уақыт. Мен ол кезде студент едім Медина қаласында. Сөйтіп сояққа барып кіші қажылығын жасап, умрасын өтеп, сосын бір кісі таңғалып сұрақ қойды, сіз енді корейсіз ғой, енді ислам қайда, сіз қайда, түсінік қайда, сіздерде қандай дінді деп айтты. Сөйтсек олардың ішінде көбісі не екен, христиан дін ұстайды екен корейстерде, сосын будда дін ұстаушылар бар екен. Сосын айтты, өзі қызық болды деді. Менің балам бар еді, өте оқытқан, олар корейстер кішкене былай балаларға болашағына мамандық қылуға кішкене мән беруші халықтар ғой енді. Соны керемет оқыттым, орта жолда балам намаз оқып кетті. Сосын біз және олардың бір өте жақсы қасиеті бар екен. Осы қасиет маған ұнайды. Олар отбасында айқайласпайды да. Бізге әлі көп нәрсені үйрену керек сияқты.
жаңа сен айтып мен бұны жеп көрейін деп отырған жоқпын, бірақ шындығын жеткім келіп отырмын деген сияқты. Бізде келіспеген адамды жеп көріп, оны иттің етін жамандап, оның терісін басына қаптап, одан кейін арада бір араздық туып, сөйтіп жаңағы барлық адам бірдей ойлау мүмкін емес қой. Әрине. Барлық адам бірден ұстап кету мүмкін емес. Бірақтан сол жаңағы балам дейді, осы мұсылманшылықта өтіп кеткеннен кейін мен оны маған кітап алып келеді, намаз оқиды, сосын сынок, ты же умный, зачем деп сөйтіп арамызда біразға дейін сөйлесеміз, бірақ ортақ шешімге келмейміз дейді. Сөйтіп жүрген кезде бір ақылы жас үлкен бір кісі бар еді, содан сұрадым дейді да. Сосын айтты: а ты посмотри на эти все вещи через глаза своего сына деп айтты дейді да. Иә, өте дұрыс. А ты почитай, что он читает. А ты поинтересуй, где он ходит. А потом ты найдешь общий язык, может, тогда ты вернешь своего сына деп айтты дейді да. Сен сол балаң сияқты көрсең, онда саған түсінікті болады. Сен сол зонаға кір. Сосын менің ойым баламды ислам дінінен шығарып алып, ислам несіне кіріп, сол Құранды оқып, хадисті оқып, баламды алып шығу керек болған дейді да. Бірақ керісінше баламмен қол ұстасып, мұсылман дініне кіріп кеттім дейді. Енді осы жердегі қазақта да кең тарап кеткен ғой, Ләйлі Мәжнүн деп айтады ғой. Кім? Енді ана Мәжнүн деген өзі арабтың сөзі, жынды болып кеткен. Ләйліге ғашық болып, сонды қатты жақсы көріп, соның соңына түсіп, сосын біреу ойлапты, бұл Ләйлі деген бір сұлудың сұлуы шығар, мына жынды болып кететін болса. Сөйтіп жаңа іздеп барып, бір кісі ана Ләйліні көрсе, енді қатты ұнамапты. Сосын айтты: сен неменеге жынды болып жүрсің? Стандартный сұлулық қой мына. Ерекше сұлу жоқ қой Ләйлі деп айтты. Оған менің көзіммен қарау керек деп айтқан екен дейді, жақсы көрді. Сол сияқты қазір осыған біз көрейік. Жаңағы бірінші түсіндіріп айттық. Бірінші тақырып пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның некесі. Осыған байланысты күдіктерге бір селтиік. Ондай болмаса Айша анамыз неге тумады деген жаңа бір айтып өттік. Өйткені пайғамбарымыз басқа әйелдерде туған жоқ деген сияқты. Одан кейін пайғамбарымыздан кейін ұл бала қалмау миссиясы бар етін. Өйткені пайғамбарлық сонымен тоқтап отыр. Уа хатаман набиин, өйткені Құран аяты бойынша бұл пайғамбарлардың соңы деп есептелінеді. Енді екінші ол пайғамбарымыздың онымен 9 жасында өмір сүруі. Бұдан басқа біз осы деректі алып жатырмыз негізі Бұхари Муслимде. Әйтпесе сен байқаған шығарсың, басқа деректер бар. 18 жас бір мен оны байқадым. 19 жас деп те айтады. 19 жаста үйленген деген сияқты. Біз енді олар енді ол деректерді біз бетке асайтын болсақ, онда бұл вопросты көтермей ақ қойсақ та болады. Бірақ біздің бұл вопростың көтерілуі бұл Бұхари мен Муслимде келгендігі үшін көтеріп жатырмыз. Әйтпесе басқа дін өкілдері бар. Иә, өйткені олардың өздерінің жаңа тарихи болған оқиғалар, соғыстың несі, пайғамбардың келуін, Айша анамыздың туғанын есептеп, Айша анамыз ол кезде 18 жаста, 19 жаста болды деп айтатындар бар. Ондай болатын болса, бұл сұрақ жауап қойса болатын еді. Бірақ біз жаңағы неге келейік? Ондай болатын болса, бірінші жағдайымыз ол кезде ерте жастан үйлену не бар екен? Қоғамда ол қалыптасқан. Моральдық тұрғыда бізге шошынарлық, бірақ сол заман үшін ол шошынарлық емес. Өйткені біз ондайдан көріп отырмыз, Айша анамызға, пайғамбарымызға дейін сөз сап қойған адам бар екен да. Мотаймның ұлы Жүбейр. Бірақ олар дін тұрғысына байланысты келіспей қалды да, Айша анамыздан жаңағындай бас тартқан болып бір ұлының сонымен неке қиюынан. Енді пайғамбар сөз салды. Енді екінші қарайықшы. Мынандай нәрсе өте маңызды. Сол кездегі саяси жағдай. Абу Жахил деген кісі бар. Пайғамбарымыздың қас дұшпаны болды, және дұшпан күйінде өмірден өтті. Абу Суфиян кейін исламдың қалдады, ол да өте қатты дұшпан болды. Абу Суфиян пайғамбардың басына 100 түйе тіккен адам. Кім әкеп беретін болса, сыйлығын мен беремін деп отқан адам. Абу Лахаб деген адам. Ол пайғамбар жек көрген соншалықты, пайғамбар уағыз айтқанда шыдай алмай орнынан тұрып, оны таспен ұрып, жаңа сөзін көп бөлген адам. Былай қарасақ туысы ғой енді пайғамбарымыздың немере ағасы. Осы сияқты адамдар өте көп болды. Бұл пайғамбарымыздың бірге тілдес, ұлттас адамдар. Арабтар, араб тілінде сөйлейтіндер. Енді біз ар жағында сол кездегі өзге дін өкілдері, яһуди, христиандардың, олардың әңгімесін айтпаған кезде. Сонда сол заманда егер тарихты оң жағынан қопарсақ та, сол жағынан қопарсақ та, ешбірі пайғамбарға жаңа дұшпан болып жүрген адамдар пайғамбар енді көп нәрсе айтқан. Өтірікші, кәззаб деген шаир, өлең жазып елге таратушы, Маджнун, бұл жынды, фанат деген сияқты, сәбиин, сектант деген сияқты, сахир, бұл сиқыршы, елдің миын улап жатыр деген сияқты, осындай көп деген деректерді таратқанда, бірақ солардың ішінде таң қалатыны біреусі бұл жастайынан Айша деген дерек таратпаған. Бұл нені көрсетеді? Өйткені бұл сол кездегі айтқанда норма. Ол біздің кезімізде қазір
не норма. Жоғарыдағы айтып кеткен сияқты, Сергей Максимек айтқан сияқты, ол араб жерлерінде, ол біздің кеңес өкіметіндегі профессор, антропология, психология, семьялық отбасын дәрісін зерттеген, бұлған ғылыми подход жасаған адам. Ол тек қана моральдік бұлғалай емес, ол әр нәрсеге ғылыми подход жасап үйренген адам. Оның айту бойынша араб күністік жерлерінде ой жақтың қыздары 8, 9, 10 жасында дәл жастарын айтып айтқан. Енді бұл жақсы. Одан кейін мысалға мынандай бір кісі бар. Мүмкін оны сен дінді зерттеген болсаң жақсы танитын шығарсың. Иоанн Дамаскин деген болған. Бұл танымал енді христиан дін өкілдерінің ішінде өте не алатын. Оның танымалдығы, ол кісі біраз кітаптар жазған дін тақырыбында, және оның танымалдығы, бұл 8-ші ғасырда өмір сүрген адам ғой. Ол кезде ислам діні кең тарап бара жатты да, бұл кісі христиан дінін қорғап қалу үшін өте көп еңбек етті деп есептелінеді. Өйткені сол кездегі көптеген христиан өкілдері ислам дініне кіріп жатты. Сонда ислам дінінен оны қайтару үшін бірнеше ислам дінінің жарамсыз екенін көрсету үшін кітаптар жазған. Соның ішінде Мұхаммед пайғамбарға байланысты айтып кеткен жері бар. Енді оны арабша Йоханна деп қояды, біз енді көбінесе арабшадан не ғана айтамыз ғой. Анда ол мүмкін сіздер жастар оны тауып алатын жастар, Иоанн Дамаскин деген нәрсе бар. Сонда сол кітаптардың ішінде пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи айып таққысы келді. Таңғалатын жаңағы Зейд бар ғой, оқиғасы, келін үйленді деген. Соны жазып өтеді. Ол қалай пайғамбар болады, келін алған болса деген сияқты. Негізі ол келін емес, оны кейін түсіндіреміз. Сол сияқты ол неге көп әйел алды, дін таратпай ма, неге нәпсінің соңына еріп кетті деген сияқты келеді. Бірақ сонша дінін қорғаймын деп, адамдарды исламнан қайтарам деп, пайғамбардың кемшілігін табам деген адам өзінің кітабында пайғамбарымыздың Айша анамыз туралы неке туралы ләм мим деп ауыз ашпаған. Мүлдем айтпаған. Өйткені ол сол кездің стандарты екен түсінігін біліп отыр. Енді біз мысалға 7-ші ғасыр емес, біз өзіміздің мынау ата-бабаларымыздың бір 14-ші ғасырына, 15-ші ғасырға, 16-ші ғасырға баратын болатын болсақ, жаңағы 13-те отау иесі деген нәрсе, ол бір таңғалатын нәрсе емес. Онда біз архивтерден көретін болсақ, суреттерін көріп, жаңа отбасылардың бір суретіне қарайтын болсақ, бір 13 жастағы, 14 жастағы адамдар екенін көруімізге болады. Егер бұлай архив деректерінде. Түсіндім, иә. Енді бұл онда сол кезде енді неден келейік? Мынандай нәрсе бар да, қазір қарайықшы. Біреу, енді бұл біз жаңағы тарихи нәрсеге өттік, әлеумет желіні айтып кеттік, моральды айтып өттік, бұл жан түсінікті. Енді мынандай нәрсе керек. Бұл егер жасайын болатын болса, ол міндетті түрде зорлық көрген болатын болса, ол оның психологиясына әсер етеді. Дұрыс па? Қазіргі заманда біз нақты білеміз, егер ересек, бір еркек, бір кішкентай қыз баланы зорлаған болатын болса, мен өзім білем, нақты факторлар білем. Бізде ол қазір өкінішке орай бұл кәдімгі педофилизм жылдан жылға көбейіп бара жатыр. Және оның кәдімгі нақты фактор, мен жаңағы медиатор ретінде айтып отырмын, енді мен тек қана көп адамдар имам болып жұмыс істегеннен кейін, халифа фондында сабақ бергеннен кейін дін саласы маманы ретінде көреді, бірақ менде былайынан жұмыс өте көп. Өйткені менде жарастыру жұмыстары өте көп. Отбасында, сауда-саттықта деген сияқты, және кейбіреулерде осындай моральный жұбату жұмыстарымен көп айналысуымыз керек болып қалады. Наркомандар болып кетеді, басқа болады. Былай қарасаң, арнайы жұмыста жоқ сияқты, бірақ жұмыста көп сияқты. Сондай бір оқиғаны білем, кішкентай қыз зорланған. Ол оны емделу үшін, физически емделу үшін больницаға жатты. Ол өз қасында шум болған оқиға, түрмеден келген біреудің қызын бірнеше ұрлап кетіп, шатырында зорлап, жаңағы сөйтіп отырған. Одан кейін ол қызды моральный емдеу керек болғанда, ода шок бар. Және міндетті түрде, иә. Мен бір үлкен кісіні білем. Осы 5 уақыт намазда бәрі, ол жас күнінде осындай зорлыққа ұшыраған. Әлі үйленбеген. Өйткені оның санасында еркекке деген не қалып кеткен? Бұл айтқанда жеп көрініштік. Өйткені оның көрген зорлығы уже ол бір адамға берілген тамақ ләззаты, ұйқы ләззат сияқты емес, уже ләззат емес, ол бір не? Оңбағандық. Вообще не керек деген сияқты. Еркектің бәрін көрген кезде ол оған жиіркенішпен қарайтын болған, өйткені оған зорлық жасаған адам өзінің жақын адам болып тұрды. Яғни бұл жерде физический зиян көру керек еді. Айша анамызда физический зиян ондай болмаған көреміз. Екінші моральный зиян көру керек еді. Таң қалатын бір нәрсе бар. Пайғамбарымыздың әйелдерінің ішінде енді деректер бойынша 12 әйел болған дейді, өмірден өткені бар, енді кезегін 9 айын өтеді деген сияқты, ол кезегі бұл енді нормалар ғой. Және таңғалатыны пайғамбарымыздың әйелдерінің ішінде ең жасы осы кім болып тұр? Айша анамыз болып тұр. Қалған әйелдердің бәрі жастары үлкен. 40-тан асқаны бар, 20-ға толғаны бар деген сияқты. Сондай болып отырды. Енді былай айтқанда 20-дан төмен табу қиындау болады. Сонда ең жасы осы. Енді осы әйелдердің ішінде бізге пайғамбардан хадисте ең көп жеткізетін Айша анамыз болды. Дұрыс.
егер ол пайғамбарымыздан моральный бір зиян көрген болатын болса, зомбылықты көрген болатын болса, онда ол пайғамбарымыздың батқанда сөзін бізге жеткізумен бар жан тәнін беріп айналыспақшы еді. Өйткені сен жек көретін адамға қалай қызмет жасайсың? Енді қарап тұрған кезде кейбір ғалымдар айтқан рубул айлм дейді. Ислам діндегі ілімнің 1/4 бөлігі Айша анамызға қатысты дейді. Бұл өте үлкен. Мысалға Аби Хурайра деген сахаба болған, бұл енді өте көп келтіреді, онда мүмкін елдің мұсылмандардың бәрі таниды. Имам Бухари де оны соны жеткізеді. Бұл пайғамбарымыз қасынан ылғи қасында жүретін, тек қана ұйықтайтын кезде кетіп қалады. Үйіне барған кезде кетіп қалады да, жорықта болсын, тамақта болсын, бүкілін тастап, ол жүрген жерінде пайғамбар айтты, оның жаттау қабілеті өте күшті еді. Аби Хурайраның. Сөйтіп ол бізге өте көп деген ауызша хадистер жеткізді. Кейін имам Бухарилер сол хадистерді кітаптарға тіркеді. Енді қарасақ, Аби Хурайра пайғамбарымызда сыртта жүр, ал Айша анамыз пайғамбарымыздың ішкі өмірлерін біледі. Үйде қандай еді, қалай ұйықтайды, әйелдермен қалай мәміле жасайды, кезектерін қалай өтеді деген сияқты, түнде қалай құлшылық қылатын еді деген кезде біз былай әр адамның мынандай мінез құлқы болады да, бұл Аллахтың бір хикмет деп айтсақ болады. Өйткені түсінде жаңа айтқан сияқты хәзи имратық пайғамбарымыз басқа елдерге үйленгенде мүмкін себептері бар шығар, тарихи себеп, саяси себеп деген сияқты, шарғи себептер бар деген сияқты. Ал Айша анамызға келген кезде бұның үйленуі шарғи себеп. Пайғамбар көріп қалып ғашық болып қалып ондай емес. Өйткені түсінде бұл сенің әйелің деп айтқан. Алланың берген үкімі орындалып тұр мына жерде. Сонда қарасақ, ода бір хикмет болды. Өйткені Айша анамыздың бойындағы қасиет зеректік, қабілет, жаттау қабілеті, тазалық қабілеті, жеткізу қабілеті сондай күшті, бізге өте пайғамбарымыздан өте үлкен қор жеткізді. 1/4 деген, ол мысалға айтайық, мен исламдың 30 жыл зерттеп жүргеннің өзінде де, мен ислам туралы мағлұматтарым 10-нан 1 десем, ол мақтаншақтық болып қалуы мүмкін да. Бірақ 4/1 деген осыдан көрсеңіздер болады. Қандай бір дәрежеде екен. Бұл енді осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, бұның әлеуметтік жағдайын қарап шықтық, биологический жағдайды қарап шықтық, 7 ғасырға бір тарихи түсуге тырыстық деген сияқты. Одан кейін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи Айша анамызды жолдан алып кетпеген екен, құда түскен. Және шариғатта үйленбеген қызға Құран бойынша, хадис бойынша қатаң түрде шартының біреусі әкесінің рұқсатынсыз ешкім қызды ала алмайды. Ла никаха илля би вали дейді. Валидің, яғни әкесінің рұқсатынсыз. Ал енді бар, кейбір жерде қарастырылған, бұрын ол некеде болып, ересек болып, бала шағал болған әйел адам, онда үйлену барысында өзі шешім қабылдай алады. Ал үйленбеген қызға ол тіпті 18-ге толған болса да, біздің заманымыздағы жаңағыдай кәмелет жасы дейтін болса да, әкесінің рұқсатынсыз неке дұрыс есептелмейді. Никаха батила, хадис деген сияқты, кімде-кім үйленбеген қыз некесін, әкесінің хабарсыз некесін қиған болатын болса, некесі дұрыс емес дейді. Енді пайғамбарымыз оған құда түскен. Енді егер сен біреудің қызын зорлаған болатын болсаң, оның әкесі сен жақсы көреді, Абу Бакр пайғамбар жақсы көреді. Және бірге қанша бірге жүрді. Және бұл некеге өте қатты қуанды. Және ол кейінгі өмірлерін көретін болсақ, ылғи қызына айтатын, пайғамбарды ренжітіп қойма, сен бұлай істеме. Оның деректер өте көп. Сен бұлай, өйткені Айша анамыз андай білімді болғаннан кейін өткір адам ғой, ойын айта алады деген сияқты. Және бір таңғалатын нәрсе, пайғамбарымыздың әйелдерінің ішінде әрқайсы сипаттама береді. Мысалға, пайғамбардың әйелі өте жомарт, міскіндердің анасы аталып кеткен, мына әйелі қауама, өте көп намаз оқитын еді, Хафса деген сипат береді. Айша анамызға қандай сипат берілген? Хабибату расулилла, пайғамбардың сүйіктісі деген. Екеуінің арасындағы отбасындағы семьялық махаббат, оны көп ғалымдар мысалдарын өте жиі айтады. Үйде ыдыс бола тұрып, бір ыдыстан сүт ішкен адамдар ғой. Сондай дәрежеде бірін-бірін жақсы көрген. Және Айша анамыз егер зорлық көрген болса, әйелдердің ішіндегі ең қызған шағы болған. Өзінің кезегі болған кезде пайғамбарымыз егер түнде бір жерге шығып бара жатқан болса, басқа кетіп бара жатқан болса, соншалық қызғаншақ болғанда, егер зорлық көрген болса, бұл неден болады? Өз сөз бар, ал-ғирату далил махабба дейді. Қызғану жақсы көргеннің белгісі дейді. Сен қызғанған нәрсеңді басқа жібергің келмейді. Сондықтан осы тұрғыдан алып қарайтын болатын болсақ, онда тарихи, бұл соңғы кезде шығып жатқан нәрселер, оны биологический тұрғыда кішкене сәл дұрыс болмайды. Оны түсіну үшін бізге не керек болып тұр? 7 ғасырдың моралына, 7 ғасырдың дәстүріне, 7 ғасырдың ұстанымына
су керек болып тұр екен. Ондай болмаса Айша анамыз пайғамбардан физический зиян көрмеген, ол кісі пайғамбарымыздан кейін өмір сүрді, дені сау болды деген сияқты. Және пайғамбарымызды моральный зиян көрген жоқ, пайғамбар өте жақсы көрді, және пайғамбарымыздан бізге өте көп құнды хабарлар жеткізген адам. Айтқан исламның 4-тен бірі. Және Айша анамызға үйлену барысында бұл жаңағы пайғамбарымыз өзі алып кеткен жоқ. Оны деген сияқты пайғамбарымыз одан кейін де үйленді. Ал жаңағы біздің заманымызда айтылса педофил деген ауыр деген сияқты, ол бір рет ол қылмыс жасаған болатын болса, оны бірінші рет қайталайды. Өйткені педофилдарды біз көреміз өмірінде сериальный ол қылмыстар көп болады. Біріне жалғасып кете беретін. Пайғамбарымыз одан кейін бір жас алу мүмкіндігі бар да. Енді Абу Бәкір өзінің жап-жас қызын берген болатын болса, онда басқа адамдар неге бергісі келмесін, егер пайғамбар жақсы көріп тұрған болатын болса. Бірақ пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ол енді ондай нәрсесін өмірінде көрмейміз. Көбісі өзінен жасы үлкен болмаса, жаңағындай күйеулері қайтыс болған деген сияқты жесір болған әйелдерді алып отырғанын көреміз. Сондықтан бұл жаңағы айтып отқан деректер біздің кезіміздегі не себептен туындап жатыр екен? Бірнеше себептерден. Бірінші, тарихи мағлұматтың аздығынан. Екінші, антропология жайындағы сол замандағы, қазір заманда қатты өзгерістер болған жоқ, сол жағынан кішкене білімнің терең болмағанынан. Үшінші, қалыптасып қалған моральдық құндылықтарды, біздің заманымызда қалыптасқан моральдық құндылықтарды бүкіл заманға жарайды деп ойлағандығымыздан деген сияқты. Енді ар жағында бір және болуы мүмкін, оны жүрегіне кіре алмаймыз, біз оны өйтіп айтуға хақымыз жоқ. Мүмкін ислам дініне бір деген жақтырмаған болғаннан кейін сондай бір деректерді оны шындық айналған қатты қалағанынан асығыс айтып жеткізуге тырысқаннан болуы мүмкін, зерттеуге бармағандығынан болуы мүмкін. Әйтпесе жаңағы қарасақ, ислам пайғамбарды мынандай нәрсе бар, адамдар 3 түрлі болады. 3 түрлі адам болады. Бір адам бар, сені жақсы көреді, сен оны қатты жақсы көресің. Бір адам бар, сені жеп көреді, сен оны жеп көресің. Бір адам бар, ода махаббат, жақсы көрумен бірінші орында тұрмайды, оған әділетті адам болады. Осы 3 түрлі адам бар. Сені өте жақсы көретін адам, ол саған зиян жасамайды, бірақ кей кезде жақсы көргендігінен зиян жасап қоюы мүмкін. Қатты жақсы көргенде, мысалға, бір жалған ақпарлар тарайды ғой, пайғамбардың зәрін ішіп қойыпты деп, қатты жақсы көремін деп. Сол туралы кейін сөйлесейікші. Ол өзінше бөлектері болатын шығар. Жақсы көргендігінен бір шектен шығып кететіндер болады да. Сондықтан шектен жақсы пайғамбардың хадисі бар ғой. Фала татруни кама атратин насара ибн Мариям, христиандар Исаны мақтап дәріптегендей шектен шығып мен дәріптеп кетіп жүрмеңдер. Мен Аллахтың құлымын және елшісімін деп кеткен. Жақсы көрген кезде адам шектен шығушылық болады. Болды. Енді жеп көрген кезде және шектен шығушылық болады. Алла Құранда айтады: "Вала яжриманнакум шанa'ана қауmin ала алла ta'дилу." Сенің біреуді жеп көргенің әділетсіз итермелемесін дейді. Яғни әділеттікті қарап отыр. Енді бір қызық нәрсе бар. Мысалға, сен бұл тарихты зерттеп жатқан саған түсіну өте жеңіл болады. Меккеде мұсылмандар қиындық көрді. Сөйтіп мұсылмандардың ең бірінші көшуі хижрет деп қойды. Қай қалаға болды? Эфиопияға. Эфиопия қандай дін ұстанатын еді? Христиан дін ұстанатын болған. Оның патшасы, яғни Нәжаши, титул ғой енді, патшасының аты, шын аты Асқама деген христиан діні. Пайғамбар өзінің соңына ерген сахабаларын, бұл жақта оларға бір кәдімгідей уже өлтіру, қинау күшейіп кеткеннен кейін аман сақтау үшін сояққа көшіңдер, көш дегенде не деп айтты? Қандай патша бар деп? Мейірімді патша деп айтқан жоқ. Христиан патшасы ол. Кейін ол ислам дінін қабылдап оған пайғамбар жаназа оққан, сырттан деген сияқты. Сонда не деді? Маликун әділетті патша бар деді. Енді 3 адам болып тұр. Сені өте жақсы көретін, сені өте жеп көретін және әділетті адам бар. Әділетті адам бұл тақырыпты түсіну оған жеңіл болады. Ол өйткені бұл тақырып кірген кезде, егер сен пайғамбарды жақсы көріп кірген болатын болсаң, сен ешқандай дерекке сүйенбейсің. Бар, кәпірсің сен, пайғамбарға тіл тигіздің сен оңбағансың деген осындай сөздермен жай ғана эмоционал болуы мүмкін, бірақ деректер, дәлелдерге сүйенбеуі мүмкін. Ал жеп көрген адам болатын болса, көзіңді ашсайсың сен. Малсың ба? Сен қызыңды қазір біреу өйстіп алып кетсе, риза боласың ба деп, эмоционал ол ана қарамайды деректерге. Бұл жеп көріп айтады. Ал әділетті адам уже қарайды. Сараптап қарайды ғой. Сондықтан бұл сараптау жаңағы тіпті исламдың өзінде мынандай қағида бар. Діннің өзінде қағида бар. Вала тақфу ма лайса лака бихи илм. Білімің болмаған нәрсені соңында ерме. Қазір маған біреу айтатын болса, сен қай дінді ұстанасың бауырым? Мен христианмын. Ислам дінін өтпейсің ба? Мен ислам діні туралы хабарым жоқ. Мен ол туралы нақты информация алмайынша не үшін мен өтуім керек? Мен оны кінәлай алмаймын. Өйткені шынымен де исламдың қағидасы бойынша ол хабардар болу керек та. Енді менің міндетім оған жеткізу. Шешім қалды одан кейін. Өйткені ла икраха фид дин, дінде зорлық жоқ. Өйткені ол зорлықпен кірген дін болып есептелінбейді.
ол жай ғана дене болып қалады. Негізінде болғанда байланысты негізі сұрақтарым бар, бұл неде де. Мынандай нәрсе бар Құранда. Егер де мынандай нәрсе бар да, сендердің алдыларыңа сүмірейіп келіп, жаңағындай джизия төлемейінше, джизия дей ма, салық төлемейінше соқсыңдар деген аят бар. Енді ол жерде сөйтіп сүмірейіп деп келген ба бұл жерде? Иә, сүмірейіп деп. Мен ол аудармасы арабшасы басқаша ол жерде. Иә, сүмірейіп келіп, алдыларыңа сүмірейіп келіп, сендерге салық төлемейінше, ол айтады да, жаңағы мұсылман дініне сенбеген адамдарды, христиандарды, яһудилерді, барлығын осындай адамдар Алланы бар деп айтады, немесе Алланы мен оқып берем кейін сізге. Осы жайында сен осыны ұмытып кетпеші, ойлаймын мүмкін. Міндетті түрде. Сол туралы өте қатты сөйлескім келеді. Өйткені мен бүгінгі бұл подкасттың да, бұл сұрақтардың не жауаптардың да мен үшін ең бірінші маңызды нәрсесі бұл қазақ халқындағы болып жатқан бірлікті ұстап қалуға бірде-бір кішкентай болса да бір себебін тигізе алса екен деймін. Өйткені әртүрлі көзқарас бар. Бірлік дегеніміз енді әртүрлі көзқарас бола тұра сол адамға деген сүйіспеншілікпен қарай білген адам, сол кезде ғана адамдар бір-бірін түсініп, бір-біріне бір қоғамда әртүрлі көзқарастағы адамдар бір қоғамда, бір елде өмір сүре алады. Ал егер көзқарастарымыз әртүрлі бола тұра мұсылман дініндегі адам, ай сен кәпірсің, мынаулар ой құдайсыздар деп мысалға, атеист па ол мынандай деген көзқарас, оларға адамға деген жек көрінішпен немесе ол адамға соғсыңдар деп жазылып тұр екен деп, сол нәрсені прямой жаңағыдай тура мағынада түсініп алып, басқа халықтардың, басқа түсініктегі адамдардың барлығын жек көріп жүретін болса, ол қаншалықты дұрыс деген сол нәрседе бар да. Және де менің просто айтқым келген нәрсесі, барлығымыздың көзімізден бірдей тұзды жасағады. Барлығымыз қуанған кезде бірдей жарқыраймыз. Бізде сол сияқты да қанымыздың түсі бір, сол нәрсе. Өйткені біз бір жерде, бір елде тұрып, осындай бір-бірімізде егер жек көріністе болатын болсақ, мен ойламаймын бірлікте бола аламыз деп. Бірлікте болуды, сол нәрсені Құран қалай түсіндіреді екен, Алланың сөзімен қалай түсіндіруге болады. Сондай нәрселерді келесі подкастта мүмкін сөйлесек. Бүгінгі күнде сіз өте керемет жауап бердіңіз. Менің де кешірім өтінемін. Менің ойымда болған кейбір нәрселердің, түсінбеген нәрселерді мен сіз арқылы түсініп отырмын. Сол заманда байланысты және бүгінгі күнге байланысты нәрселердің ара қашықтығы қаншалықты екенін көріп отырмын. Былайда. Сіздің көзіңізбен осы нәрсеге Мұхаммед пайғамбарға деген көзқараспен қарап, мен сүйіспеншілікпен қарағым келеді. Бұл кітапқа да және басқа адамдарға да, мұсылман адамдарына деген сүйіспеншілікпен қарауды сұраймын. Өйткені бұл адамдар шын мәнінде Құдайды іздеген, немесе Құдайды тапқан деп айтса болады. Осы нәрсеге шынайы жүрекпен сенеді ғой. Мысалға, әртүрлі адамдардың көзқарастарды бір-бірімізді қабылдай алсақ, өте жақсы болар еді деген сондай ойдамын. Жақсы, енді көп рахмет өзіңе. Нардан да шынымды айтсам, сұрақтар маған ұнады. Енді ол сенің бір өткір, енді бір қараған кезде сыртынан адам болатын болса, енді Аллахқа сансыз мақтаулар болсын дейміз. Мен бір жас болатын болсам, болмаса бір ислам дінін ғылыми емес, тек қана жай ғана бір дәстүрлі түрде бір исламды жақсы көретін, ата-бабам мұсылман болған үшін деген сияқты бір соқыр махаббатпен болатын болса, сондай кейіптегі адам болатын болса, сен мына сұрағыңа сен не айтып отырсың деп саған бір айтып тастауым мүмкін еді. Бірақ сенің мына сұрағыңа мен ешқандай ренішім, бірақ қуанып отырмын. Өйткені бұл қоғамда туындап жатқан нәрселерге көмектеседі түсінуге. Бұған біз жаңа сен айтқан сияқты кеме деген жаны бір дейді ғой. Біз қазір сондай мынау жерде шекара болғанмен қазір идеологияда шекара жоқ. Естен шығармауымыз керек. Уже қазір интернет дамыды, басқа дамыды, елдің сауаты күшейді, бәріміз жаза аламыз, бәріміз сыза аламыз, бәріміз оқи аламыз. Кейбір жастардың мысалға сенің бұл нені көріп отырғаным, сенің біраз зерттеу қабілетің бар екенін көріп, мен қуанып отырмын. Ол деген сияқты. Сонда осының бәрі көргеннен кейін, онда идеологиялар келіп, біз қазір сондай бір заманға Қазақстанда. Енді осыдан бұл идеологиялардың бір өтпеген кезеңі сияқты, бір орнығып, онда бірнеше идеологиямен өмір сүріп жатқан мемлекеттер бар. Ешкім бірін-бірін басын жармай,
бір бірінің көзін шығармай деген сияқты ол ондай өмір сүріп жатқан мемлекеттер бар. Енді біз дамығаннан кейін даму деген сөз өзіңді өзіңді шектесең дамый алмайсың. Расында. Иә. Кеңес өкіметінің мен осы атеистермен өмір сүргенмін, соның кітаптарын оқығам. Біз дінді көп шектедік, болмайды екен, рұқсат берейік, тек қана контроль жасап отырайық деген сөздеріне дейін барғанда. Олардың өздері соған келген. Өйткені ол білгенді адам мүлдем өлтіріп тастау мүмкін емес екен. Яғни оны қанша зор қылсаң да, оның жүрегіндегі сенімді өлтіріп тастау мүмкін емес. Соны бәрібір өздері сөзін айтқан сияқты, біз адамдарымызды космонавт қылған болсақ та, олардың жүректерінде жаңағындай иман кетіп жатқан жоқ дейді. Сенім былай айтқанда, жалпы айтып жатқанымыз ғой. Сондықтан біз қазір осы қоғамда сенің бұл ойлаймын жақсы бастама болды деп ойлаймын. Мен келгеніме де қуаныштымын шынымен де. Бұл тақырыпта, жаңағы тақырыпта мен одан да көп ашқым келді, бірақ осы жеткілікті деп ойлаймын. Өйткені біз жетпей қалды, өйткені уақытта неғып тұрған шығар. Бірақ келесте жаңағы сен айтқан сияқты осы Зейдтің несін есінен шығармай, егер Алла біледі ғой, бірақ кездеспесек соны маған айтсаң, одан кейін жаңағы діндегі жизя төлеу, олар сүмірейіп деген соны есіне шығарып кетпесең, иншалла соны бір жерге түртіп қоятын болсаң, соны айтсаң, оны да бір ашайық. Өйткені қазіргі кезеңдерде сондай бір ұғымдар пайда болды. Ислам найзаның ұшы қылыштың жүзімен тараған дін деген ұғымдар да бар. Өйткені олар бұл сөзді даладан алып жатқан жоқ. Жаңа айтқан сияқты бір Құран аяттарын оқыды да, соған өзінше бір подход жасаған шығар. Иә, әрине. Мен болмаса біреуден естіген шығар. Иә, біреуден естігенді ғана емес. Айтып кетсем болды, осы подкастымыз ұнап жатса, қаралым жинап жатса, басқа да тақырыптарда қозғаймыз деп сенемін деп соңында. Жақсы. Иә, шынымен де қазіргі таңда бұл қойылып жатқан сұрақтардың барлығы жайдан жай емес. Яғни бірде-бір хадистен немесе Құранда жазылған сөздері арқылы, солар арқылы пайда болған сұрақтар кейбір кезде адамдарға түсініксіз болуы мүмкін, немесе кейбір адамдар зиян келтірудің ойымен де ізденісте жүріп, бір нәрсені, бір сөзді контексттен жұлып алып, лайнан түсіндіру деген сияқты нәрселерде өте көп. Бірақ мен бүгінгі подкастта барлық сұрақтарға негізінде түсініп қарап барып сұрақ қойғым келді. Және көрермендердің арасында, мысалға, Құдайға сенбейтін адамдардың көзқарасымен де осы нәрсеге қарап көргім келіп, осы сұрақтарды қойып отырмын. Шынымен де осы көрермендерге айтарым, осы камераға қарап айтсам болатын шығар, шынымен де осы көрермендерге айтарым, егер де сіздерге қызықтыратын сұрақтар болса, міндетті түрде комментарияға жаза кетіңіздер. Егер біз сол сұрақ, сіздің қойған сұрағыңыз өте күрделі немесе халыққа қызықты болатын болса, сол сұрақты да қозғауға дайынбыз деп ойлаймын. Және бүгінгі күнде менде шынымды айтсам, сұрақтар өте көп, маңызды сұрақтар бар. Егер де осы подкасттың ары қарай жалғасқанын қаласаңыздар, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, комментарияларыңызды жаза кетіңіздер.